Сәлем достар, бүгін біз көкшайдан крем жасайтын боламыз. Иә, крем, маска емес, крем жасаймыз. Көкшайдың пайдасын көбіміз білетін шығармыз. Ол бетті жылтыратады, артық дақтарды кетіреді. Сонымен қатар ағарту қасиеті де бар. Көкшай жалпы беттің балғын болуына көмектеседі. Осылай 2 пакетик көкшайды ыстық суға салып, жақсылап шайы шыққанша, қою болып шыққанша күте тұрамыз. Ыстық суды сразу қолданбаймыз. Кішкене суығаннан соң қолданамыз. Міне осылай кішкене шығарамыз шайын, кішкене күте тұрамыз. 5-10 минуттай шайы шығып, қою болғанша. Көкшай ол бетті балғын етеді және беттің жас қалпында сақталуына көмектеседі. Міне осылай шайын шығарып алғаннан соң, қою болғаннан соң, оны бір басқа ыдысқа құйып аламыз. Маған міне осынша шай жеткілікті. Енді алоэ вера гелі деген болады. Немесе алоэ вера гүлі болса, үйде соның ішіндегі өзі ішінде қабығын алып тастасаң сұйық болады, соны қолдануға болады. Менде жоқ болғандықтан осылай гелін қолдандым. 2 шай қасық гелін қостым. Енді қараңыздар, авокадо майы. Бұл аптекада сатылады, косметикалық май болып есептеледі. Беттің нәрленуіне, құрғап кеткен клеткаларды алып тастауға көмектеседі. Осыдан 1 шай қасық қосып, жақсылап араластырамыз. Креміміз кішкене сұйықтау болады. Бұл кремді 10 күн қолдануға болады. Жарамдылық мерзімі 10 күн. Холодильникте міндетті түрде мұздатқышта сақтау қажет. Және ұмытпай күнде таңертең кешке жағыңыз. Тек қана бетіңізге емес, қолыңызға да жақсаңыз болады. Үнемі 10 күн бойы таңертең кешке жағатын болсаңыз, әсерін байқайтын боласыз. Осындай кремнің ыдысына құйып сақтауға болады. Мен мына кремнің ыдысын жақсылап жуып құрғаттым. Енді осы жасаған кремімді құйып, холодильникте сақтайтын боламын. Мен бұны жасап жағып көрдім. Маған өте қатты ұнады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Қазір қолыма жағып көрсететін боламын құйып болғаннан соң. Міне осылай құямыз. Қазір қалғанын үстіне құйып жіберейін. Міне құйып жібердім. Енді шайқап. Шайқап. Міне қазір қолыма жағып көрсетемін. Қалай болатыны сұйықтығы. Қатты сұйық болмайды. Сіздің бетіңізге де әдемі жағылады. Міндетті түрде жасап қолданыңыздар. Нәтижесі де көп күттірмейді, керемет болады. Бұл крем табиғи, өздеріңіз көргенде ешқандай артық қоспасы жоқ және 10 күн сақталады. Міндетті түрде жасап көріңіз, каналға жазылуды ұмытпаңыз.